Ауылда жалғыз жүргеннен басқа жұмыс қалмады. Жас келді, қатарымыздың көбі кетіп қалды. Сөйлесетін кісі таппай қиналам кейде. Жастар сөйлеспейді емес, сөйлескенсіп қашуға асығып тұрады. Бірақ оны біз біліп тұрамыз. Қазір енді сөйлесетін адамдарым 3 жасар, 4 жасар немерелер болып қалды. Солар ғана махаббатпен тілдеседі, сені іздейді. Шүкір олардың да барына. Балалар да жаман емес. Әкеліп сыйлайды. Тойыңды жасап берейін дейді. Маған тойдың не керегі бар? 70-тен астық. Қатарымыздың көбісі кетті, балам. Тойдың қажеті жоқ десем де қояр да қоймай. Тойыңды жасап берем әкеліп. Тойымды жасады. 100 адам шақырып еді. 90-ы өзінің достары. Коллективі. Оны өзінің нағашылары. Бірақ той менікі. Олар мені танымайды, мен оларды танымаймын. Ойбай әке, бұл сіздің тойыңыз. Сіздің тойыңыз құтты болсын деп шешелеріне алтын тағады. Әке, сіздің туған күніңіз құтты болсын деп шешелеріне шуба кигізеді. Мен бір тұрған чучела. Мені алдап шапан жауып қояды маған. Ол шапанды қай мезгілде киетінімізді Құдай білсін. Жазда киіп ыстықта өліп қала жаздадық. Қыста киіп қатып қалдық. Не бетімен берген? Әке, тойыңызды халал қып істедім дейді маған. Мақтанып. Шырағым, маған мақтанба. Сен бүгін халал істедің деп жаңалық ашма, шырағым. Біздің қазақ ақылым заманнан тойын қымызбен, қымыранмен өткізген, шырағым. Оны қазақы той деп айтады. Қазақы той деп айт, шырағым. Халал деп әрбір жақсының қадірін қашыра берме. Қазір моды болды ғой халал. Көшеге шықсаң бәрі халал. Халал колбаса. Халал монша дейді. Ол қандай монша? Киіммен баратын монша ма? Халал есто дейді. Машинаңды жуып кіресің ба, қалай кіресің ол естоға? Бір келін кепті, шырағым. Ата, жұмыртқа алыңыз. Халал жұмыртқа. Жұмыртқан халалы болатындай немене? Қоразың сүндеттелген бе? Тауығың дәрет алып туып ба? Алейкум ассалам. Қалайсыз? Денсаулықтарыңыз аман десең, көке. Шүкір, бала. Танымадыңыз ау деймін, көке. Енді жыға танымай тұрып, қайдан жүрген баласын? Көке, оралым ғой, ана баяғы сіздің досыңыз, кластасыңыз Көшердің баласын. Көшекең баласысың ба? Көшекең баласын. Айналайын шырағым. Қалың қалай? Жақсы, көке, аман десең. Бала. Әкем сәлем айтты сіздерге. Саламат болсын, әкең қалай? Әкем жақсы, көке, сол өткенде 70 келген тойын түседік. Сөйтіп анамды қажылыққа жібердік. Қабыл болсын. Рахмет, әмин. Сол енді көке, мынау әкем айтты, ауылға бар, елге барып қайт деп. Осы ауылдан кеткенімізге 20 жыл болды. Ана 19 жасар кезімізде кетпіз, жасымыз 40-тан асты. Ауылға бір елуге қол басамайды. Баяғы біз кеткен кездегі ауыл емес, өзгеріп кетті ауыл бірақ. Енді ауыл өзгереді ғой. 50 жылда ел жаңа деуші еді. Қазір 2 сағатта ел жаңа.
Үйге кіріп шықсаң бір здание соғылып тұрады әйтеуір. Сонымен енді осы ауылға келіп, үлкен кісілердің қолын алайық, батасын алайық деп арнай барып қайт, елге сәлем болсын деп әкем жіберді сіздерге. Рахмет, бата сұрасаң, бата береміз. Соны анау ниет қылып жатырмын көке. Бір дастархан жайып, үлкен кісілерді шақырып, бір шай берсем ба деймін. Не үшін? Депутат болайын деп атсың ба? Жоқ, депутаттың қатысы не? Біздің ауылда депутат болатындар ғана шай береді шалдарға. Жоқ көке, ондай емес. Кәдімгісін адал ниетпен, ақ пейілмен үлкен кісілерге дастархан жайып, әңгімелерін естіп. Олың бір оң іс болған екен. Бірақ енді біздің қатардағыларды шақыратылмасаң, енді көбісі кетіп қалды ғой үлкендер. Кімді шақырмақшысың? Енді анау баяғы біз білетін жоғарыда тұратын Намысбек көкем бар. О, жоғарыдағы намыс ба? Иә? Шырағым, ол кетіп қалған ғой. Намыс көкем кетті ма? Сен ауылдан кеткеніңе қанша жыл болды? 20 жыл. Сенкі 20 жыл болса, біздің ауылдан намыстың кеткеніне 10 жыл болып қалды шырағым. Иманым саламат болсын көкем. Намыс жоқ қазір ауылда. Онда анау Намыс көкемден 2 үй төмен тұратын Әбүйірбек көкемдер бар еді баяғы. Қайсы? Әбүйірбек көке. Әбүйір ма? Намыс кеткеннен кейін Әбүйір де кетті ғой. Иманым саламат болсын, оның ешқайсысын естімеппіз біз орақ көке. Енді намыс жоқ, Әбүйір жоқ ауылда қазір. Кетті ғой бәрі. Ана Қадыр бар еді сеніп отқан. Ол да қашып кетті қазір. Қадыр қашты ма ауылда? Ана Қадыр көкеңді білесің ба? Білем ғой баяғы. Ол ауылға қандай қызмет жасағанын білесің ба? Енді шет жағасын естігенбіз. Қашыртты ғой соны. Ана Әбүйір кетіп еді, Әбүйір оны кришасы еді ғой. Әбүйір кетіп еді, Қадырға тиісіп бәрі. Тап-тап аяққа. Бүкіл документін бәрін өткізді да ауылдан қазір. Қадыр да қашып кетті ғой. Онда анау Қасиет апам да бірге кеткен шығар енді Қадыр көкемнің әйелі. Енді апамыз. Қадыр кеткеннен кейін Қасиетті кетеді да. Қазір жоқ ешкім ауылда. Ана Береке апамдар қаяқта көке? Ауылда шығар? Кім? Береке апамдар. Береке ма? Береке де кетіп қалды ғой. Ойбуй. Қолың шошанда да бермесе, қалаға кетті ол. Қалаға кетті енді. Немене берем, қолың шошаң кетті. Дайын тұрады кез. Имам емессің ғой сен? Жоқ көкем. Оның ішінде қалсын. Анау көке бұлардың бәрі не үшін кетіп жатыр енді? Кеткенде кетем деп кетпейді ғой. Ауылдан кімнің кеткісі келеді? Ана намыс өлгеннен кейін ауылда намыстың орнына соның үйіне ана қымбат деген бәле көшіп келді ғой. Сол қымбат құртып жатыр атаңа қоқи. Бүкіл ауылға зияны тиіп. Ана Береке кетпейтін еді, сол бас сыйыспады. Қалай қымбат көшіп келді? Ауылдан Береке кетті ғой. Сразу кетті. Ана Ақаң досым ауырып қалды. Сол қымбатпен төбелесем деп. Ақаң дегеніңіз қайсы көке? Кластасым, ақиқат. Ақиқат көкем, Ақаң? Сол ана қымбаттың жағасынан алып, сен неменеге ауылдың берекесін, неменеге сен осы ауылға тиыштық бермейсің деп, екеуі төбелесіп, көшеде. Ешкім ажырата алмады ғой. Абырой болғанда ар жақтан мешіттен Сабыр шығып қап сол ажыратып жіберді. Баяғында Иман көкем баласы ма? Сабырға рахмет. Қазір бір жиында даудамай болса полициядан бұрын сол Сабыр кеп жатыр. Сабыр ажыратып жіберіп жатыр ғой қазір. Рахмет Сабырға. Сол ынтымақ жоқ. Менің кластасым. Ол кісі қайда кетті көке? Оны таппай жүрміз. Өткенде сұрастырсам, розыскыда дейді. Ынтымақ бар. Сол барды жақсы еді. Оның қасында жүретін өзінің достары бар еді. Бақыт, Дәулет, Ырыс, бәрі бірге гәп ойнайтын. Ана Бақыт нем ынтымақтың үйінен шықпайды ғой ауылда. Кетіп барады да, Бақыт, кел шай ішеміз, қайда барасың десем, ынтымаққа баратын деп жүретін. Ол да жоқ қазір. Ол кісі де кетіп қалды ма? Бәрі кетті ғой шырағым. Ауылда адам қамапты ғой онда көке, я? Ауылда адам қамапты ғой деймін әңгімеңізге қарасам. Мен саған мал болып көрініп тұрмын ба? Жоқ көке, енді анау қатарыңыздың көбісі кетіпті ғой деп жатырмын да, үлкен кісілердің бәрі кетіп қапты деп. Баяғы анау Несібе апам жақсы ма болса? Несібе апаң жақында кеп қалатын шығар, ауылда күтіп отырмыз. Не болды оған? Ит талады ғой Несібені. Ол кісіні ит талап кетті ма? Үлкен кісілерден бәрі кетіп жан-жақтап отырап жатыр десеңші онда көке. Енді анау ауылдың жастары өзіңіздің бала-шағаңыз бәрі аман есен ба? Бала-шаға шүкір аман есен.
аяғына менің класстасым тұңғышыңыз. Алтынбек қалай? Кім? Алтынбек балаңыз. Алтын ба? Алтыны бар осы. Россияда ол қазір. Сояға оқуға түспен бәлеге қалдым. Сол менің алтынымды жақсы көріп қап бәрі. Осыдан көріп нәрсе шығарамыз деп, жұмыс беріп, үй беріп, пропискаға тұрғызып, бері қарай жібермей қойды ғой алтынымды. Россияда қалды ма? Қалды ғой. Онда жақсы болған шығар енді көке, жайғасып алса, өзгінің өзі көріп атса айтып. Несі жақсы, пайдасы жоқ. Өсіріп өндірген балаңның рахатын көрмегеннен кейін. Енді бірдеңе жіберіп тұратын шығар енді, үйге деп, ауылға деп. Дым да жібермейді. Спичка жібереді, оны не керек бар ма, спичка. Одан кейінгі тыныштық балаңыз қалай көке? Тыныштық бірде бар, бірде жоқ ауылда. Мен келгенде ұйықтап атады айтыр. Мен ұйықтағанда оянама бірдеңе болды. Енді қолыңызда кім қалды көке? Қолда кім қалды? Қолымда үміт қалды ғой қазір. Со үміт балама үміт артып отырмын. Со балам айтып отыр, әке қорықпаңыз, бәрі жақсы болады дейді. Ана қымбатты құртам деп отырса үміт. Сәл маған мүмкіндік бер, өсіп алайын. Со қымбатты құртам. Қымбатты құртқаннан кейін ана ынтымақты осыңызда келем. Ана береке құрдасыңыз келеді. Содан кейін баяғыдағыдай ауылда жақсы құрдастарыңыз көбейіп жақсы өмір сүресіз деп жатыр. Сен шай берсең айналайын, маған емес, сен үмітке бер. Сонда сен мына ауылдың көрігін келтіреді шағын. Жүр. Rahmet.